болыватыр деген сияқты бір көрейінші деп. И прямойдан шықсам бір ары кетсе арасы бір 5 минут па болған жоқ, Захар кіріп келе жатыр. Сосын түсінбей қалдым да, енді айтқан жоқ маған, келе жатырмын деген. Болыватыр деген сияқты бір көрейінші деп. И прямойдан шықсам бір ары кетсе арасы бір 5 минут па болған жоқ, Захар кіріп келе жатыр. Сосын түсінбей қалдым да, енді айтқан жоқ маған, келе жатырмын деген. Историясына ренішін білдіріп жазыпты. Захар, қалай болды бұл? Нормально. Бекзат ортадағы арайлымен үміткердің темасын қайта келіп орнына отырам десе. Орнын басатып бересің бе? Орнына келіп отырам десе керек. Ұтамаймын ондай. Сен ешкімге бермеймін. Типа, қалай болды бұл? Негізі бұл жақсы сияқты күннен күнге. Осындай сыйлықтар беріп тұрса сен үшін. Жалпы бұрын-соң болған ба сен үшін екі жігіттің таласуы? Аттың өлең айтайын десең дауысым жақтап тұрсың ба? Сәл өнерсіздеу болған екен мұны әлемде. Бірақ неге өнеріне баға беріп Дико екеуің вальс билемедіңдер? Жігітке деген сыйлық болмайды, және Диконы бәрібір қабылдамайды деп ойладым. Өйткені енді тоже екеуміз бір магазин алдық десе. Енді мен біреулер сияқты әдемі сөйлеп, әдемі сөйлей алмаймын, бірақ айтатын просто мен сені жақсы көремін. Дико бүгін тек екі гүлдің аймаласы болып отыр ма? Не ол? Жұп гүлдер. Не айтасың жоқ? Кімге? Мұхаммед Алидің іс-әрекетіне. Вообще, без комментариев. Шынымен. Как это? Урматтуу достор, аз биз Дико айымга келип калдык. Дико саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кош бол дегим келбейт, киносун алып келгенбиз. Ошол кинонун атынан сизге эмоция тарткылап коелу. Даниэль деген жигит